Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге осындай үлпілдек, жұп-жұмсақ әрі бір жасағаннан шығатын осындай булочканың рецебімен бөлсемін. Булочканың бойы биік, арасы ашылып, көтеріліп піскенін қаласаңыз, видеоны соңына дейін көріңіз. Алдағы уақыттарда шығатын рецептерді жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпа. Булочка жақсы көтерілу үшін барлық заттар жылы болуы тиіс. 250 грамм сүт пен 250 грамм суды араластырып құйып, үстіне 1 ас қасық дрожь салып, және де 2 ас қасық қант салып, жарты шай қасық тұз салып, барлығын араластырамыз. 2 жұмыртқаның біреуін толықтай салып, екіншісінің сарысын бетіне жаққанға ал ағын осы массаға құямыз. Және де 100 грамм сұйық май қосып, үстіне електен өткен ұнды салып, осындай жұмсақтау қамыр илейміз. Қамыр қолға жабыса берсе, 2 ас қасықтай сұйық май қосуға болады. Иленген қамырды 40 минуттай жылы жерге қойып, дайын болып ашып көтерілгеннен кейін осындай етіп булочкалардың формасын дайындаймыз. Жұмыртқаның сарыуызына 1 ас қасық сүт құйып, булочкамыздың бетіне жағып шығамыз. 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Булочканың формасына келтіріп жасағаннан кейін оны кем дегенде 10-15 минуттай ашуға көтерілуге бетін жауып қоямыз. Булочка жұмсақ болу үшін қажетті мөлшерде ғана ұн салып, жұмсақтау етіп, илеп қолымызға жабыса берсе, арасына 2 ас қасықтай сұйық май қосып илеуге болады. Булочкалар толық ашып көтерілгеннен кейін жұмыртқаның сарыуызын барлық жеріне толық жеткізіп жақсақ, біздің булочкамыз осындай болып жылтырап тұрады. Достар, алдағы уақытта каналыма осындай көптеген выпечкалардың, торттардың және де түрлі салаттардың рецептері шығады. Өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басып, құрбыларыңа бөлісуді ұмытпа.